Сақтар Ираннан Мысырға дейінгі аралықта жорыққа шығып, әлемдік тарихи оқиғаларға қатысқан жауынгер тайпа. Жеңілмейтін парсы патшасы Кирді жеңіп басын алған. Осы аңызбен толығырақ танысайық. Парсылардың сақтарға жасаған жорығы біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы болған тарихи деректерден белгілі. Парсы сақ әскерлері Әмударияның ескі саласы Үзбой деген жерде кездеседі. Бірақ Кир айлакер әскербасы болды. Ол туралы аңыздар көп. Әрбір сақтың таңғалдым ектісіне, тәубеткен тақта отырған тектісіне, Томиристей патшасы бар қайсар халық төзе алмас ешкімнің тепкісіне. Мемлекетінің аумағын кеңейту мақсатында Кир патша сақтарды бағындыруды жоспарлайды. Сөйтіп сақ еліне елшісін жіберіп, сақтардың патшайымы Томиристің өзіне тұрмысқа шығуын сұрайды. Бұл Кирдің сақтармен соғысуға сылтау іздеу еді. Патшайым Кирдің ұсынысын қабылдамай, елшіні кері қайтарады. Осыны желеу еткен Кир сақтардың шабуылдаушы тобын алдап қолға түсіріп, Томиристің ұлы Спаргапис бастаған сақ әскерлерін түгел қырғынға ұшыратады. Сүйікті ұлы мен шеп бұзар жауынгерлерінің қаралы хабарын алған Томирис Кирге жаушы жібереді. Томирис жаушыға: «Жауыз Кирге сөзімді мұқият жеткіз. Айламен жеңген жеңісіне желікпесін. Есінің барында елін тапсын. Халқымды жерінен, елімді өз отанынан айыра алмайды. Халқымның кегіне менің ызама тимесін». Парсы нөкері: «Аса құрметті Кир патша, сізге сақ патшайымы жіберген жаушы келіп тұр». «Кірсін». «Дат патша, датың болса айт». «Патшайым Томирис сізге мына сөздерді жеткізуімді бұйырды. Ұлым Спаргаписті ашық айқаста қару құдіретімен жеңген жоқ, айламен қолға түсірді. Енді ақылымды тыңдап еліне қайтсын. Тәңір атымен ант етем, аямай жазасын берем» деді. Кир: «Ал керек болса, маған ақыл айтатын адам сақ патшайым емес. Сақтарды жаулап алмайынша тынбаймын, тоқтамаймын». Томирис: «Сені жеңіп, басыңды алдым. Жалғыз ұлымды қулықпен қолға түсіргенің үшін кегімді қайтардым. Елімді жаудан қорғап қалдым». Осылайша сақтар өздерін жаулауға жасанып келген басқыншылардан елінің тәуелсіздігін сақтап қалды. Томирис патшайым сертіне жетіп, ел басылық ұлы тұлғасымен, қолбасшылық ерлігімен тарихта қалды.